Алтынайс YouTube арнамның алтын көрермендері, қалдарыңыз қалай? Мынау Canva-ның мендегі Pro версиясы, яғни ақылы түрдегі версиясы. Көптеген шақыру билеттердің мен деген дизайндардың барлығы енді осы жақта жасалады. Сіздер ортадағы плюсик деген батырманы басу арқылы өздеріңізге қажетті мына жақтан размер таңдап аласыздар. История, публикация, немесе мобильный видео или там басқаша. Презентация дегенде мен жақта шақыру билет дайындап жатырмын. Астындағы добавить страницу деген кнопканы басу арқылы мынандай ақ бетті мен алдым. Сіздер енді жаңағындай сынулар жасасаңыздар да бола береді. Яғни біз қазір шақыру билеттің ашылатын конвертигін жасаймыз. Сіздер ана поискке астындағы поискті элементы и поискке осылай треугольник деп басып, именно графиканың арасынан өздеріңізге ұнайтын аппақ осындай үшбұрышты алып келеміз. Неге именно графика? Себебі осы жақтан таңдалған элементке біз көлеңке бере аламыз. Осылай цветін таңдаймыз, астындағы цвет дегенменен үлкейтіп, тартып, мынау орталыққа алып келіп қоямыз. Бізде бірінші бөлігі дайын. Енді мынау үстіндегісін басу арқылы, үстін бірлет басып, астындағы эффекты деген бөліміне кіреміз да, мынау екінші тұрған эффектінің үстін басу арқылы, міне қайтадан көрсетейін, эффекты, міне и тени деген үстін басасыздар, потом подсветка деген бассаңыздар, мінеки полностью көлеңке пайда болады. Размерін кішірейтесіздер, интенсивностін кішкене азайтасыздар, басқаша түс берсеңіздер де болады, если сіздерде полностью қарағып жасап атсаңыздар, астындағы цвет деген қара кружоктың үстін басу арқылы ақ түске бере аласыздар, яғни көлеңкенің түсімен де ойнай аласыздар. Мінеки бердік, енді қайтадан үстіндегі плюсик деген батырманы басу арқылы дублировать етеді. Мінеки координатор ғой, мусордың координасы сияқты. Соның жанындағы плюс деген батырманы басасыздар, сол кезде бұл дублировать етіледі. Енді мына жақта астындағы инструменттердің арасынан слой деген тауып аламыз да, бұлай тартып, біріншісінің астына барып қоямыз. Сол кезде астында тұрған сияқты эффект пайда болады. Мынаны да дублировать етіп әкеп қойдық. Бұны да тартып, слойменен астына әкеліп қоямыз. Сонымен біздің бірінші бөлігіміз дайын болады. Енді печать сияқты элемент беру үшін ғайластырып алайық. Печать сияқты сургучный ма, сондай печать беру үшін ұшына астындағы элементтердің арасына треугольник деп тұр ғой, соны өшіріп тастаймыз да. Біз жазамыз печать деген сияқты. Мінеки шығады, графика бөліміне кіріп, өздеріңізге ұнаған печаттың түрін таңдайсыздар. Мысалға, розовый жүрек деген сияқты. Немесе қайтадан астындағы заменить деген кнопкамен немесе удалить етіп тастайсыздар да, қайтадан элементтің үстін бассаңыздар, уже сондайға волшебная рекомендация уже сіздерге бағанағы сіз таңдағанға ұқсастарын шығарып тұрады. Немесе печаттың астында тұрған гүл эффектін беру үшін осылай сухоцветті тоже қойсақ болады. Өзіңізге ұнаған гүлдерді қайтадан қарасаңыз, уже волшебная рекомендацияда сізге уже тағы да ұнайдау деген гүлдерді шығарып тұрды. Мінеки мынау келе қалды, үлкейтіп кішірейтіп керекті жеріне әкеп қоямыз. И осының үстіне енді назатқа басып, біз графиканың ішінен қайтадан печаттымыздың түрін алып кеп қоямыз. Астыға тартсаңыздар, өте көп түрлері шығады. Сургучный печать деген, сургучный штамп деп тоже іздесеңіздер, мінеки мына жерде төртіншісі ұнай қалды, цветі де үйлесе кетеді екен. И осылай алып келіп, кішірейтіп, мынау конвертиктің ұшына қоясыздар. Сонда как будто бір сургучный штампты құйды, и астында гүл сухоцветті тұрған сияқты эффект береді. Міне бізде бірінші конвертиктің бір бөлігі дайын болды. Оюлар да қойсаңыздар жиектеріне тоже болады. Оны да элементтердің арасынан табасыздар. Бірақ ол сіздерде уже бұл Canva-ның Pro версиясы болу керек. Енді екінші бөлігін істеу үшін кішірейтсек, кішірейтсек осылай барлық беттер ашылады. Қайтадан добавить страницу деген кнопканы басу арқылы, немесе мына страница белгілеп тұр ғой, соны дублировать етсеңіздер, екінші беті қайтадан ашылады. Мына бөлігін үлкейтіп, прям қоя салсаңыздар да болады. Болмаса астынан тағы да заменить деп
если осылай келіңкіремей жатса, онда үлкейткенде ше барлығын өшіріп тастап, астындағы элементті қайтадан кіріп, поискке четыреугольник деген сияқты нәрселер жазсақ болады. Тоже графиканың арасынан бізге келетін біреуін таңдап аламыз. Ақты таңдасаңыздар, олар сразу, мысалы, қара деген сияқтыларды астындағы цвет дегенге барып, түсін өзгертуге болады. Мыналарды үлкейтіп, мінекей осылай әкеп қоямыз. Кез келген таңдасаңыздар болады. Мен әжде бір прямоугольник па, ромб па біреуін таңдадым. Сонымен түсін өзгерттік. Мына жақта эффектіға барамыз. Екінші тұрған эффектің үстін басамыз. Мынау подсветканың үстін басамыз. Солай размерін кішірейтеміз, интенсивностін азайтамыз. И бізде екінші бөлігі де дайын болды конвертиктің. Тағы да айтамын, осы жерде оюларды, басқа да бөліктерді, суреттерді қойсаңыздар болады. Енді осы екі бөлігін, яғни бірінші, екінші тұрған страницаны маған PNG форматта көшіріп алу керек. Осы екеуін. Мына жақтағы скачать деген батырманы басамыз да, видео mp4 деген тип файлыға біз PNG деп қоямыз. И прозрачный фон дейміз. Бұны да тек қана про версиялар жасай алады. Потом все страницы дегенді алып тастап, бізге керекті бірінші, екінші страницаға птичканы қалдырамыз да скачать дейміз. Сол кезде бізге PNG форматта, яғни артындағы ақ фонсыз, без фона көшірілетін болады. Сохранить изображение деп сақтап алдық. Енді CapCut приложениесіне барып, мына мен жасап қойған шақыру билетіме конвертик қоямыз. Астындағы наложение и добавить наложение деп фотоның арасынан галереямыздағы бағанағы конвертигімізді әкеп бірінші бөлігін қоямыз, добавить дейміз. Саусағымызбен тартып, көлемін келтіреміз. Видеомыздың бетін полностью басу керек. И қайтадан наложение, добавить наложение деп фотолардың арасынан, мына жақта мен эффектті кішкене кішірейтіп тастайын, чтобы на конвертик жылтырап кетпес үшін. И жаңағыдай наложение арқылы біз келесі бөлігін әкеп қоямыз. Оны да размерін үлкейтеміз. И астындағы элементтердің арасынан тоже слой дегенді тауып аламыз. Мінекей слой деп тұр. Осының үстін басу арқылы, үстін басып, бұлай кезектестірсеңіздер, саусақтарыңызбен жылжытсаңыздар, осылай артына тұра алады. Енді бізге анимация беру керек. Бірінші бөлігін таңдаймыз, анимация дегенге барамыз, ввод емес, вывод деген таңдаймыз да, бізге скольжение влево или вправо. Қайсысын жасап жатсыздар, соны таңдайсыздар. Мына жақта бізге скольжение осы влево деген керек. Астындағы ползунок қызылды көбейту арқылы 1 секундта примерно осылай плавно кететіндей қоямыз. Екінші бөлігін үстін таңдаймыз, анимация кіреміз, қайтадан вывод деп, енді біз вправоға кететінді қоямыз да, и 1 секундқа тоже оны ұзартамыз. Қарасаңыз, енді мына жағы сразу анимация болып кетпес үшін сіздер конверт ашылғанша зависание қойып қойсаңыздар болады. Үстін бір басасыздар да видеоның зависание дейсіздер, сол кезде какой-то бөлігі қатып тұрады да, анау қыз жігіттеріңіздің суреттері содан кейін барып осылай шығатын болады. Яғни конверт ашылғанша шығып қоймайды да, одан кейін барып жаңағы менің жалтырақ қойған эффектілерім видеоның соңына дейін кететін болады. Жалпы пайдалы болды деген ойдамын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.